Тройканы білгіш родной. Болмайды да үйлерің. Құлайды ертең бір-екі жылда. Кім қалаған мынаны? Біреуін кіргізіп, біреуін шығарып. Братандар қалаған ғой, братандар. Шақырмайсыңдар ма? Бір ауыз айтсаңдар көріп береміз ғой. Не ойлайсың? Европейский стиль ғой, братан. Біздің ауылға не европейский стиль? Оу. Құр кетіп тұр, мынаны ағаш тауып берсін. Әпеш ананы. Қайсында, братан? Жатыр ғой жылтырап. Өзіңді ашып барса, үшбұрыш. Үшбұрыш жылтырап жатқан ба? Тас жатыр ғой. Дан шегемен ұрып жүргесіңдер ма? Енді басқа немен ұрасың, братан? Қалың шегемен ұру керек та. Қанша болды слаг? 100 теңгені алдық қой үстігін. Жыныстыңдар ма? Танысып бар еді, қақтан кеден алып беретін. Бұрыштарын қисық қылмай Маратқа шығартпайсыңдар ма? Марат шығарды ғой сол, братан. Қош? Иә? Ішіп кеп шығарды ма? Жоқ, сап-сау. Маратқа не болған же? Пластик терезе қойын деп жатыр. Болмайды. Ертең жаңбыр жауады да ескіріп шығып кетеді білесің. Қойш? Ағаш терезе қойсақшы. Болмайды, ағашында құрып кетеді ертең ішіп. Не істейміз сонда? Тұра берсін өйстіп ашық болып. Бір жаппа ма жоғары жақ? Иә, бір жаппа ғой. Егер істегенсіңдер ұшып кетеді ғой ертең. Қойш? Сәл жел болса ол ұшып кетеді. Сұрамайсыңдар ма? Енді не істейміз? Байлардың әңгімесі. Көрінбейсің ғой? Көрінбегенде кеше Австралияға барып қайтқам ғой. Кенгурун баласы қалтасынан түсіп қалыпты. Соны салып бердім бар. Оңай емес, оңай. Сіз не алдың? Сол үйде Роналдоны күтіп отырмын. Кеше балам FIFA ойнауға дұрыс теппейді дейді. Өзіне айтсаң ол Роналдоны дедім, шақырып бер дейді. Жаңа шақырған том ғой сол. Мәке, мынау тауды бар ғой, чуть-чуть бері қарай жақындатып алсақ, сабыра жасап ақша шығарып кейін шығарып, иә? Сөйтейікші. Аттан чуть-чуть алыстырғансың. Мына танкым тұр ғой, танкым сол жерге дәл. Танк алдың ба не? Иә, ана кеше балам GTA ойнап танк әперді деп алғам ғой. Ана басын бүйтіп шетке бұра саламыз сонда. Үйлерің ыстық емес па? Жоқ, кеше Антарктидадан мұз алдыртқан пингвиндермен бірге залға қойып қойдық па, залға кіріп шығып жүр. Артық охранник жоқ па еді? Нағылы? Ана балама автомат алып берген ғой. PUBG көрді, ана охранник 4 охранник алып тастаған ғой басынан. Басқа керек еді. Баш ұшатын ит сатып алдым ғой. Қойшы, сілей енді мұна. Рас, сенбейсің бе? Қайсы қойшы? Маңсың ба мына жер? Ұшып кетті ғой. Жағымсыз подругаң. Қандай вечер магыз? Алдыңдағыдай соп еп 20 баламмен бір өзім отпаймын ба? Сөйтіп отырасың? Болды, бара берем. Мен білесің ғой, бара берем ғой. Влажный салфетка бар ма? Жоқ. Кішкене қызсың ғой, өзіңе қарап влажный ұстап жүрмейсің ба? Ой, пиздец, қыз туылғанда влажный ұстап туылатын бек. Ой, сорлым, анасы мен сен қыз жоқ, оң қол мықты деп ішем, чорт екесің ғой. О, Мағрипа, если чё, бүгін бос болсаң, клубқа барып қайтпадық па? Жүр, бүгін тренировка бар еді ғой. Бір апта болды, біреу звондап скрытимен қаным түшіп жүрші, 2 күн болды сол звондамай қойды, кәдімгі бір түрлі болып жүр. Айкаға көйлегімді берген ғой, ананың гигиенасы деген көйлегім деп ауырып қалған ғой ше. Қалай? Деп қалған ғой жында. Қызық болды, Гаухардың үйіне барам да, папасы кондор шешіп отырып 0 дейді, тоңқайып өл деймін ғой. Байлардың әңгімесі. Көрінбейсің ғой? Көрінбегенде кеше Австралияға барып қайтқам ғой. Кенгурун баласы қалтасынан түсіп қалыпты. Соны салып бердім бар. Оңай емес, оңай. Сіз не алдың? Сол үйде Роналдоны күтіп отырмын. Кеше балам FIFA ойнауға дұрыс теппейді дейді. Өзіне айтсаң ол Роналдоны дедім, шақырып бер дейді. Жаңа шақырған том ғой сол. Мәке, мынау тауды бар ғой, чуть-чуть бері қарай жақындатып алсақ, сабыра жасап ақша шығарып кейін шығарып, иә? Сөйтейікші. Аттан чуть-чуть алыстырғансың. Мына танкым тұр ғой, танкым сол жерге дәл. Танк алдың ба не? Иә, ана кеше балам GTA ойнап танк әперді деп алғам ғой. Ана басын бүйтіп шетке бұра саламыз сонда. Үйлерің ыстық емес па? Жоқ, кеше Антарктидадан мұз алдыртқан пингвиндермен бірге залға қойып қойдық па, залға кіріп шығып жүр. Артық охранник жоқ па еді? Нағылы? Ана балама автомат алып берген ғой. PUBG көрді, ана охранник 4 охранник алып тастаған ғой басынан. Басқа керек еді. Баш ұшатын ит сатып алдым ғой. Қойшы, сілей енді мұна. Рас, сенбейсің бе? Қайсы қойшы? Маңсың ба мына жер? Ұшып кетті ғой. Дарайра, қарындасым, не істеу үшін паркте мен саған. А я сама знаю. Ты знаешь, потому что... Тоқташы, мен саған айтып отырмын. Қазақша айтшы, қазақша. Аға. Түсінемін ғой, иә. Мен өстім. Мен өзім білем. Кальянды шегемін. Күні бойы қыздармен қыдырамын. Менің жігітім болады енді. Болды. Мен ақмақ емеспін. Сен де қызың бар. Сен түсіну керексің. Мен өзім білем. Мен өстім. Мүмкін сен келе дұрыс шығар қарындасым, иә. Мен сені қадағалап жүрмін, уайымдаймын енді, білесің ғой, аға ретінде. Жаныма шейін ренжіме енді. Енді абайлап жүр барынша, иә, хорошо? Өстім дейсің ба? Кальян шегесің ғой, кальян өстім де. Қараты бар жанағын. Сенің вообще оқымайтын класстастарың. Сөйтті де Манас әжесіне құрт апарып берді. Манас, диктанттың ішінде құрт тасып жүр дейсің ғой. Манас деді ғой ішінде жаңа. Машина ішінде болмайды.
Айтпа жыныс. Апай мен мектепке пугач әкепті. Жынысың ба? Туалетке барып келейінші. Медет мәдениетті түрде сыртқа шығып келейін деп айтсай. Ой, апай, сыртқа шығып келейінші онда. Не істейсің сыртта? Туалетке барам. Балалар бүгін диктант жазамыз, екі парақтарын дайындаңдар. Брат, маған да 2 парақ беш. Қошу өзің түкіне алсай екен. Менікі ортасына өтіп кеткен просто. Апай, мен анасының қасына отпаймын, шығып кеттім. Қой шабы. Мектебім сағынышым балалығымның дәрісі. Сенің бойдағы роднойың. Родной, кеше айлық алып бәріне ішіп тастағансың, қатын бала шаға деген жоқ қой. Потом роднойлар бір саунаға барып қайтпадық қой өзіміз. Что там? Білесіңіз, жермейді бала шаға бар ғой. Көстің өзім барып қайтып. Коляска көрем ғой, баламашы, ана битсең былай төбесі былай жабылады ғой. Қой, дәл соны мен интернеттен көрдім ғой, Родной. Иә? Жігіттер, басқа тема айтайық, бір бильярд туралы ма? Сенің қызың бар, Родной? Иә. Біртүрлі шығар, біреу папа десе. Нағыздың фигурасың қарсы, динозавр. Еще лайк басып қойғасың ба, Родной? Басасың, сендер басамайсыңдар, әйелдерінен қорқасыңдар, Нағыз қай жылда? Настя ғой 2 баласы бар. Қош? Амайды сондай қыздар ше. Басқасы басқа аяқты жылыста үйленгеннен кейін түсінесің. Ох, құмашын ақылы. Үйленіп алып ақыл айтып кететін сосын. Родной, наушник бар ма? Не істейсің оны? Просто керек болып тұр. 1, 2, 3, 4 сезіміңмен өртеп өт сыйламаған сірә талайға. Ұлан, қума жібер. Не істеватсың сен? Жібер деймін, ұлан. Не істеватсың сен? Қуасың ба? Сен мен сондай қыз деп ойлап тұрсың ба сонда? А? Балдар айтты ғой. Не? Сендер сонда, жігіттер, негізі сендердің ойларың қате. Қазақтың қызы ешқашанда арын сатпаған. Сенің де әпкең бар шығар, анаң бар шығар, қарындасың бар шығар. Негізі, ұлан, бұл ісің сен мүлдем дұрыс емес. Не болды, ұлан? Күн әрең батырып ем да өзін. Тұғыл, ұлан, мен кеттім. Болды. Кешірші. Бопты, жарайды, кеттік. Тоқта. Сәл әңгіме айтып отыра тұрайық та. Не үшін? Кәз тез шықсам балдар күлетті, отыра тұрайық та. Ары отыршы. Иә. Былтыр ораза ұстадың ба? Иә. Мен де. Қарзылық қылсаң қиын, Қалай дегілер аман есен ба? Үйшті. Иә. Мамашкілер. Жақсы. Уақыт болып қалған сияқты ғой, тұрайық онда. Примерно осындай уақытта менікі. Не істедің? Нормально бар. Не істеу керек екен? Не істеу керек болғанда былай? Жайлап барасың. Бөлмеге алып кетесің да? Қолынан ұстайсың. Қош. Болдар қарай тема шешіледі ғой. Сол ғана ма? Ораза деп басқаңмен айтып қуып жүрме тағы.